Қызыл сары тастың түрін ойнайды шашып, Алатау төрем шіркін, сүйесің Алматының түнін. Көктөбесінен қарасаң төмен бір түн, күндіз көрсең жер жәннаты дерсің. Жердің жәннат емес дейтін жандар келсін. Алматы ең алғашқы махаббатым. Көпұлтты мемлекет екендігін білеміз. Соның ішінде Алматыда 2 миллионға жуық көпұлтты ұлттар және соның ішінде 1 миллион адамы қоныстанған екен. Келесі Алматы туралы біз ең бірінші айтқан кезде есіңізге не түседі балалар? Алматы деген кезде Көктөбе түседі, иә? Көктөбе бұл Алматының символына айналған табиғаты таңғажайып орындардың бірі. Теңіз деңгейіне 1100 метр биіктікте орналасқан. Қазіргі таңда біз Көктөбеге барған кезде біз Алматыны өте алыс қашықтықтан көреміз, иә балалар? Келесі бізде суретте не көріп тұрмыз? Медеу мұзайдыны, иә? Бұл Медеу иә. Осы дүние жүзіндегі ең ірі спорт кешендерінің бірі болып табылады екен. Жалпы мұз айдынында қандай спорт түрлерімен шұғылданады адамдар? Хоккеймен және мәнерлеп сырғанаумен айналысады, иә балалар? Сонымен қатар бұл жерде мысалы қысқы олимпиада ойындарынан басқа волейбол, баскетбол, футбол деген жарыс түрлерінде өткізіледі болған, иә? Иә, мұздан да басқа спорт түрлері. Ән жарыстарда болып тұрады. Келесі суретте бізде шымбұлақ, иә балалар? Бұл да Медеу мұзайдынына ұқсас Іле Алатауының шатқалында 2510 метр биіктікте орналасқан екен, иә? Шымбұлаққа да көбінесе адамдар осы шаңғы спорт түрлерімен шұғылдануға барады екен, иә?